Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі жаңа сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз географиялық деректер базасы және ақпараттық коммуникациялық технологиялардың қолданылуы. Осының ішінде бүгін біз сіздермен қарастырамыз ақпараттық технологиялар, географиялық ақпараттық жүйе технологиясы, заманауи географиялық ақпараттық жүйелердің технологиялары және тағы да басқалар. Кеттік. Осы географиялық деректер базасы 20 ғасырдың аяғында жаңа технологиялардың дамуына байланысты геоақпараттық картографиялау деп аталатын аса маңызды сала қалыптасты. Яғни осы картография жүйесі географиядағы жалпы географиялық мәліметтер базасы барлығы цифрлы түрде жаңа информатика ғылымымен байланыстырылып жасалына бастады. Осындай жүйелердің бірі бізде бұл географиялық ақпараттар жүйесі, немесе мынандай GIS деп аталады орысша. Осы географиялық ақпараттар жүйесі бұл осы әлемдік карталар, картография туралы кеңінен мәлімет беретін үлкен жүйе. Осы географиялық ақпараттық жүйелерге тән белгілер бұл бірінші. Осы географиялық ақпараттық жүйелермен сіз автоматтандырылған түрде мәліметтер ала аласыз. Яғни бұлардың бірінші белгісі автоматтандырудың ең жоғары сапасына көтерілуі. Мысалға, сізге бір жер туралы мәлімет керек, картада. Яғни сол жердің атын енгізсеңіз болды, сізге ол автоматты түрде сол жер туралы мәліметтер шығарып береді. Осындай базалар. Екінші, картографиялық және географиялық мәліметтердің сандық базалық негізінің жинақталуы. Яғни осы жерде картография, жалпы география туралы мәліметтер барлығы сандық түрде жинақталады, яғни деректер базасына цифрлы түрде. Үшінші, өте сапалы бағдарламалар негізінде жаңа картографиялық бейнелердің жасалуы. Яғни гаж жүйесінде бізде осы аймақтар жалпы барлығы жаңа картографиялық бейнелер арқылы, яғни суреттер арқылы өте сапалы түрде жасалады. Мысалға, мына суретте көрсеңіздер болады. Мына жерде бізде ғарыштық спутниктен түсірілген жердің бейнесі көрсетілген. Осы жерде барлығы сапалы түрде анықталып көрсеткен, жан-жағынан мына жерде осы жер туралы ақпараттар көрсетілген. Мысалға қарасаңыздар, міне осының барлығы бізде географиялық ақпараттар жүйесіне тән белгілер. Осы географиялық ақпараттық жүйелердің құрамдас бөліктері бұл бірінші енгізу жүйесі, яғни ақпараттарды енгізу. Сосын географиялық мәліметтер базасы және тақырыптық мәліметтер базасы. Осы екеуі бірігіп визуализация жүйесін құрайды. Визуализация дегеніміз бұл бір ақпаратты сізге көзіңізбен көре алатындай етіп жасап беру. Мысалға, бір картадағы бір аймақтар, тағы басқа жерлер, осының барлығы визуализация жүйесіне жатады. Сосын басқару және өңдеу жүйесі. Бұл гаж жүйесінде осы ақпараттар басқарылады және өңделеді. Сосын шығару жүйесі. Бұл шығару жүйесі осы ең соңғы сатысы, яғни адамдарға ыңғайлы етіп, сол адамдар ақпаратты іздеуге қолайлы етіп жасау. Осы гаждың құрамдас бөлігі, ең соңғы бөлігі осы шығару жүйесі деп аталады. Гаждың базасы бізде графикалық және тақырыптық деп екіге бөлінеді. Графикалық базасында бұл электронды карталар, үш өлшемдік компьютерлік үлгілер және анимациялық кескіндер жатады. Мысалға, мына суретте қарасаңыздар, бұл жерде ғимараттар мысалға үш өлшемді, яғни 3D, 3D форматында көрсетілген, яғни үш өлшемді түрде. Және анимациялық түрде де көрсетілген. Мына жерде жерлер, мына жерде ғимараттар, құрылыстар, тағы да басқалар. Осы бізде гаждың графикалық базасына жатады. Тақырыптық база. Тақырыптық базада бұл картаның бетіне түсірілмейтін мәтіндік мәліметтер, яғни кесте, анықтамалық материалдар, тағы да басқалар көрсетіледі. Мысалға, мына суреттегідей, мына жерде кесте көрсетілген. Бұл кесте ғимараттардың жанында немесе тағы да басқа жерлерде сіз ақпаратты іздеген кезде көрсетілмейді. Бірақ осыны
мына жерде бір батырмасын басып қарасаңыз, осы кестеде мысалға мына бір ғимарат туралы ақпараттар беріледі. Және де тағы да басқа мәтіндік мәліметтер көрсетіледі осы тақырыптық базада. Аноморфоз карталар. Аноморфоз карталар бұл масштабы құрылысты сипаттайтын, яғни құбылысты сипаттайтын өлшемге тәуелді. Мысалға, бұндай карталарға елдердің экономикалық картасы, елдердің халық саны, тағы да басқалар көрсетіледі. Яғни, мына суретте көріп тұрсаңыздар, мысалға, бұл елдердің экономика бойынша аноморфоз картасы жасалған. Мысалға, әлемнің ең үлкен экономикалары көрсетілген. Бірінші мына жерде қарасаңыздар, ақш, сосын Еуропа мемлекеттері мына жерде. Негізі Еуропа мемлекеттері физикалық картада аумағы жағынан кішкентай мемлекеттер, бірақ олардың экономикасы өте үлкен. Сондықтан олар мына жердегі аноморфоз карталарда өте үлкен етіп көрсетіледі. Мысалы, мына жерде. Мына жақта Жапония тым үлкен, тіпті Ресейден де үлкен етіп көрсетілген мына жерде Жапония. Мысалға, мына жерде Африка мемлекеттері көзге көрінбейтін етіп кішірейтілген. Мысалға, мына жерде қарасаңыздар. Неге? Себебі Африка мемлекеттерінің көбісі тым кедей, экономикасы әлсіз деңгейдегі мемлекеттер. Ғылым дамығаннан кейін қазіргі таңда картография жоғары деңгейде дамыған. Яғни осы картографияға қоса қазіргі таңда электроника, интернет жүйесі, компьютерлер, транспорт, инфрақұрылым, тағы да басқалар барлығы жоғары деңгейде дамыған, Осы жаңа технологиялардың көмегімен жерді нақтырақ зерттеп білуге мүмкіндік пайда болды қазіргі таңда, 21 ғасырда. Осындай технологиялардың бірі, яғни қазіргі заманауи газ құрылғылары, бұл бірінші GPS. GPS бұл ағылшынша Global Positioning System, яғни ғаламдық позициялау жүйесі. Кез келген нысанның қашықтығын, яғни жердегі нысанның қашықтығын, сол нысанның орны мен оның уақытын дәл анықтауға мүмкіндік беретін навигациялық жер серіктерінің жүйесі. Жер серік дегеніміз бұл ғарышта жердің жанында ұшып жүретін жасанды спутниктер. Осындай үлкен жүйе GPS дегеніміз. GPS сіздерге өте таныс, яғни барлықтарыңыздың смартфондарыңызда бар осы жүйе GPS. Келесі GLONASS жүйесі. GLONASS жүйесі бұл ғаламдық навигациялық жерсеріктік жүйе. Бұл да GPS жүйесіне өте ұқсас, бірақ бұл Кеңес одағында, яғни КСРО-да жасалынған үлкен технология. Бұл ең алғаш рет 1982 жылы 12 қазанда орбитаға шығарылған. Бұл да осы жердегі нысандардың қашықтығын, осы көліктерді, тағы да басқалардың орнын анықтауға мүмкіндік беретін үлкен технология. Қашықтықтан зондтау дегеніміз бұл жердің беткі және ішкі бөлігінде орналасқан нысандар мен түрлі ғарыш денелерінің, тағы да басқа нысандардың орын ауыстыруы, қозғалысы, солардың жай-күйі, тағы да басқалар туралы мәліметтерді жинақтайтын үлкен технологиялар жиынтығы бізде қашықтықтан зондтау деп аталады. Ол қашықтықтан зондтау мынандай ғарышта ұшып жүретін спутниктердің көмегімен жүзеге асырылады. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше, қош, сау болыңыздар.